Қайырлы күн достар, менің ауылдың келін атты каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дайындайтынымыз өте жылдам, және пайдалы, дәмді жент дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар оңай, 3-ақ ингредиенттен дайындалатын жентімізді дайындаймыз. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, сіздерде де осындай жент дәмді болады. Бізге қажетті заттар 2 стакан талқан, 1 стакан қант және маргарин. Мен бүгін маргаринді пайдаландым. Қалауларыңыз бойынша сармай пайдалансаңыздар болады. Сармайымды ертіп алып, және құрғақ ингредиенттерді араластырамын. Себебі біз араластырсақ, қант пен талқанның арасында мысалы бір шетінде қант көп болып қалуы мүмкін. Сол үшін алдын ала араластырып алуға кеңес беремін. Одан кейін ерітілген майымызды араластырамыз. Құйып араластырамыз. 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай масса шықты. Қасықпен жай ғана басқандарыңызда үсті бір-біріне жабысу керек. Осы жентімізден енді біз әртүрлі форма жасасақ болады. Мен жай ғана осындай пиалаға салып, үстінен осылай басамын. Бізде әдемі форма шығады. Әртүрлі формаларыңыз болса, солармен әрлесеңіздер де болады. Бірақ менің үйімдегілерге жай ғана осылай 3-ақ ингредиенттен дайындалатыны ұнайды. Қалауларыңыз бойынша мейіз, жаңғақ, шоколад қоссаңыздар болады. Бізде бірақ балаларымыз солай ұнатпайды. Осылай пиалайды төңкеріп, жай ғана үстінен ұрсаңыз, осылай түсе қалады. Холодильникке енді холодильникке бір сағат қойып алып, одан кейін жесеңіздер де болады. Егер де қалауларыңыз бойынша осылай да жей берсеңіздер болады. Өте ұзаққа сақталады. 2-3 күнде ескіріп кетпейді. Сіздерге кеңес беремін осындай осы рецепт бойынша. Оңай әрі жылдам. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.